Барша қазақ елі мынау сергекті байыттық кезінде сергекті айтушы еді Қытайдікі деп. Бәлкім сол раста шығар Қытайдікі екені. Тек қана оны жаңағы Қазақстанның азаматының компаниясының аты тіркеп қоя салып ма. Енді арабты байытамыз Құдай қаласа. Біз қазақ елді байытып, өз еліміз, өзіміздің халқымызды кедей қылып сондай жақсы көреміз ғой біз. Үйге қонақ келсе де біз солмыз ғой, анау дастарханды жайып қоямыз. Керемет басты да қоямыз, керемет еттілер де қоямыз. Бірақ өз бала шағамызға бермейміз да. Тура сол ғой бізде де биліктегілер. Өзгеге береді, тиме. Анау Европа алсын, тиме Америка алсын, тиме анау Англия алсын. Өзімізге қалған құтқандар да. Сол бізде де үйде де сондай тәрбие ғой, өздеріңіз де білесіздер ғой қазақ елі. Қонақ келген кезде, қонақ күтетін кезде тиме қонаққа бол. Диванға отырма, қонаққа бол. Қонақ келетін кезде ғана палас төсейміз, қонақ келетін кезде диван қоямыз. Қонақ келетін кезде ғана дастархан жаямыз да. Бірақ өз балаларымызға, өзіміздің отбасымызға оны енді дүниені жасамаймыз ғой. Рас қой. Жалпы қазір Қазақстанда Тоқаев қазақ тілін дамыту керек деп ойлаймын. Не үшін? Себебі қазақ тілі дамитын болса, мынау елдің ішінде махаббат оянады. Яғни Тоқаевқа деген сенім оянады. Олай болмайтын болса, орыс ұлтына және мынау Ресей Федерациясына халықтың ішіндегі наразылықтар өте көп. Біз бәріміз біліп жатырмыз. Сондай нәрселердің барлығы комментарийді оқып отыратын болсаңыз, саяси экономикалық пабликтардың комментарийларында әсіресе сондай атмосфера туындап отыр қазіргі кезде. Ал енді қазіргі кезде Тоқаевтың сондай дүние жасайтыны болса, ол екі жақты да ұтады. Ең біріншіден мынау елдің арасындағы махаббат оянады, елдің президентке. Екіншіден, бұл басшылық оны істеп отырғаннан кейін, Ресей қорықпайды, орыс тіліне, орыс тілдерге ешқандай қауіп төнбейтіндігін біледі. Ал егер де мынау Қазақстандық сол тілді дамытатын адамдар қарапайым халықтың ішінен шығатын болса, оны батыстың күштік құрылымдары болатын болсын, басқа да бір дүниелер, жаман идеологиялар оны іліп алып кетіп, бізді мүмкін Украинадағы секілді Ресейге айдақтап салып, тағы бір соғыстың ұшқынын тудырмасына кім кепіл? Яғни екі жағдайда да қазақ тілі дамиды. Яғни біріншіден Тоқаев өзі мемлекеттік дәрежеде дамытатын болса ресми, онда Ресейде ешқандай бізге сын көзбен қарамайды. Неге? Себебі ол Тоқаевтың Путинмен отношениесі өте жақсы, өте керемет. Біздің олигархтардың да отношениесі жақсы, керемет. Ал егер де осы халықтың ішінен біреу шығатын болса, онда мәселе басқаша болуы мүмкін. Бұл дегеніміз біздің бір Ресейден қорқып тұрғанымыз емес. Егер керек болатын болса, әрине олар себепсіздер бізге кіретін болатын болса, біз соғысамыз, бізде басқа амал қалмайды. Өйткені біз елімізді қорғауымыз керек, қасық қанымыз қалғанша. Бірақ осы тұста, осы негативті, осы дұрыс емес болып жатқан нәрсені, қазақ тілінің қорлануын, яғни қазақ тілдік IT мамандар қалаға келген кезде жұмысқа кіре алмаса, не болмаса бір жақсы ұлттық компанияларда жетекші орындарға кіре алмаса, барлық презентация, слайдтардың барлығы орыс тілінде қолданылатын болса, қазақ елінде, жай қарапайым халықтың орыстарға деген, Ресей Федерациясына деген жалпы русский мир дейді, орыс әлеміне ненависті, жаңағы өшпенділігі көбейе түседі. Ал оны батыстың, Европаның, Құрама Штаттардың күштік құрылымдары өз пайдасына алып кетуі мүмкін. Яғни 2025 жылы орталық Азияға, Трамп қайтып жатыр, орталық Азияға күшпен немесе қаржылай экономикалық кіру керек деп жатыр идеологтар, Трамптың. Яғни осы кезде батыс, яғни атап айтатын болсақ, Құрама Штаттар біздің Қазақстаннан болатын болсын, сондай жаңағы нацизм дейді ғой, сондай нацистарды іздейтін болады және мүмкін қаржыландырып қалуы да мүмкін. Сондықтан біздің елдегі қазақ тілін дамыту бұл біздің қауіпсіздігімізге алып келетін жалғыз бір жол. Бұл біріншіден. Енді түсіндік қазақ тілін дамыту керек екенін. Екіншіден, бүткіл региондарда, барлық жерлерде, бүткіл облыстарда, қалаларда, аудандарда, ауылдарда, ауылдық округтердің барлығында тілді дамыту комитеті деген бар. Яғни языковая политика дейді. Яғни тіл политикасы, тіл саясаты. Барлық отделдарда, әкімшіліктерде бар ондай бөлімдер. Сол жерде олар конференция ұйымдастырады, концерттер ұйымдастырады. Соншама
қаржыны жұмсайды. Бірақ оның орнына біз сол қаржының барлығын ғылыми әдебиеттерді аударуға жұмсауымыз керек. Мысалы, бүгін 16 ақпан, 16 февраль, 16 ақпан. Яғни 16 ақпан Америка құрама штаттарында, Израильда, Германияда бір ғылыми кітап, ғылыми контент, ғылыми әдебиет шығатын болса, 17 күні ертең ол біздің ғылыми переводчиктар, ғылыми аудармашыларымыздың алдында жатып, олар аударып жатуы керек. Кем дегенде сол елдің елшілігі арқылы сол ғылымдармен контакт жасап, соларды переводтауға, қазақ тіліне аударуға біз сондай шарттар, сондай қимылдар жасауымыз керек. Міне, осы бізді Ресеймен де, осы бізді құрама штаттармен де жақсы тепе-теңдікті сақтап тұратын негізгі бір жол деп есептеймін мен солай ойлаймын. Ал жаңа айтқанымдай, егер Қасым-Жомарт Тоқаев президент мынау мемлекеттік дәрежеде қазақ тілінің мәртебесін көтермейтін болса, ғылыми әдебиеттерді дамытпайтын болса, шын мәнінде ауылдан келген балалар бүйтіп қарап тұрады да, орыс тіліндегі сөйлейтін қазақтарға болатын болсын, орыс тілінде сөйлейтін орыстарға болатын болсын, қарап тұрады да, мен неге өзімнің елімде сондай басшылық қызметтерге жете алмаймын дейді. Мысалы, мен өзім сондай компанияларда жұмыс жасаған адаммын. Қазірдің өзінде сондай компанияларда жұмыс жасаймын, сондай сферада жүрмін да. Мысалы, сол ауылдан келген бала орысша білмей ешқандай көтеріліп мықты должностьқа барамайды. Мен 100% оған жауап бере аламын. Барлық ұлттық компаниялардың барлығында, басшылықтардың барлығында сен орысша сайрап тұруың керек. Яғни бұның өзі халықтың наразылығын тудырады. Бұл бомба замедленного действия деген секілді. Ал сондай ұлтшылдарды іздейтін батыстың арнайы қызметтері ешқашан ондай мүмкіндікті жібермейді. Сондықтан менің видеомды көріп отырған күшті құрылымдар болатын болсын, барлығы жаңағы мемлекеттік қызметтер болатын болсын, осындай саясатты ұстануы керек. Яғни біздің қазақ тілінің Қазақстандағы дамуы бұл өзін керісінше бізді Ресеймен де, құрама штаттармен де жақсы байланыста сақтап қалдырады. Құрама штаттарға қараған кезде бізде страховка болады, яғни бізден азғырылатын адамдар аз болады. Ал Ресеймен келетін болсақ, ол ресми түрде, яғни мемлекеттік деңгейде қолданылып жатқаннан кейін, ол ішкі саясаты болады да, біздің екі жақтылық тепе-теңдігіміз осылай сақталады. Егер осы қазақ тілін басуды тоқтатпаса, дамытпаса, бұл деген үлкен саяси, әскери, мүмкін сондай шиеленістерге алып келіп қалуы мүмкін. Бұл дегеніміз, қайталап айтамын, тек қана Ресей емес, кез келген мемлекеттің интервенциясынан біздің қазақтың әрбір жігіті қасық қаны қалғанша күресуге дайын екенін білдіреді.